Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді шоколадты құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз, және де ұнату белгісін басып, видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. 2 жұмыртқа жетеді, және де үстінен 5 ас қасық шекер саламыз. Өз қалауыңыз бойынша қантты қоса берсеңіз болады. Енді венчикпен араластырып аламыз. Венчикпен жақсылап араластырып алу керек. Үстінен 250-300 граммдай осындай жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Мұны да венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Менің стақаным үлкен болғандықтан осындай 300 граммдай қостым. Енді сол стақанменен тағы да, яғни сүтімізбен бірге бір құямыз. Қайнап тұрған суымызды алып, ішінен жарты шай қасық ас содамызды салып араластырып аламыз. Және де массамызға құйып, венчикпен араластырып аламыз. Біздің содамыз ыстық суға енгендіктен толық еріді. Енді онды осындай стақанның көмегімен салып аламыз. Онды бірдестен көп қоспаймыз. Аз-аздан шамалап отырып қосып, венчигімізбен араластырып аламыз. Мен көз шамалас барлығын қосып жатырмын ыдыстармен. Астына грамм бойынша описание бөліміне жазып өтіп кететін боламын. Менде оның сәл көбірек қосылды. Енді жақсылап араластырып аламыз. Менің массам кішкене қоюлап болып тұр. Және де үстінен кішкене аздап қана қайнаған су қосып жіберетін боламын. Егер сіздерде қою болып бара жатса, аздап қайнаған су немесе сүтіңізді қосып жіберсеңіз болады. Және де 30 граммдай какаомызды қосамыз. Електен өткізіп алған дұрыс. Сонда массаларыңыз біркелкі әдемі болып шығады. Енді какао қосып алдық. Мұны да венчикпен әбден араластырып аламыз. Арасында түйіршік болмау керек. Енді 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Енді венчикпен тағы да араластырып аламыз. Және де міне көріп тұрғандарыңыздай аздап қана қайнаған су қосып жібердім. Қою болып бара жатса, сұйықтық қойып жіберсеңіздер болады. Немесе тым сұйық болып кетсе, аздап қана ұн қосып жіберсеңіздер болады. Мен ыдыс мөлшерімен алғандықтан көз шамалас істеп жатырмын. Астына граммдарын жазып өтетін боламын. Міне осындай сұйықтықта болу керек. Әлі де қоюлау болып тұр менде. Аздап тағы да кішкене су қосып жібердім, және дәміне қарай қантты да қосып жібересіздер. Қою болғандықтан осындай кішкене қалыңдау болып кетеді. Сол аралықта мен аздап қана қайнаған су қосып жібердім. Және де дәміне қарай аздап бір ас қасықтай қант қосып жіберу керек. Табамызды майлап аламыз аздап. Ожауымызбенен құйып, осындай беті түйіршік болғанша кішкене күте тұрамыз. Екінші бетіне аударып, барлығын осындай деңгейде пісіріп аламыз. Тағы да құйып көрсететін боламын. Мінекей мен уже кішкене ғана су қосып едім. Осындай жіңішке болды. Тым сұйық болып кетсе де асты жабысқақ болып кетеді. Сол себепті де осындай қалыңдықта болғаны дұрыс. Егер сіздер бұдан да тәтті қалап жатсаңыздар, қантты қосып жіберсеңіздер болады. Бірақ қантымызды міндетті түрде әбден араластырып алып, ерітіп алған дұрыс.
Тағы да осындай етіп құйып аламыз. Мен сковородкаға жасадым. Егер сіздерде блиница болса, осындай ожаудың көмегіменен құйып айналдыра отырып пісіріп ала бересіздер. Біздің шоколадты құймақтарымызды кез келген тәттілермен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болады, өте нәзік әрі жылдам жасалынады. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз және де ұнату белгісін басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алда қолжетімді заттардан рецепт болады және де каналға тіркеліп қойыңыз. Каналда неше түрлі қолжетімді рецепттерді көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер.